Жалғыздықта ойыңызға, отбасыңыздың ортасында мінезіңізге, ал таныстарыңыздың арасында тіліңізге абай болыңыз. Қолымнан келмеді, ештеңені өзгерте алмадым деп уайымдама. Жағдайды қалай бар, солай қабылдап үйрен. Сүйген адамыңның сөздері әлемдегі ең мықты дәрігерден де тез емдеп, ең жауыз қанішерден де тез өлтіреді. Осы уақытқа дейін үлкенді сыйлап ұятқа қалған, жағдайы төмендерге көмектесіп, өзі де кедейленіп қалған, қарияларға орын бергеннен жапа шеккен ешкім жоқ. Адамдар өздеріне болмайды, олай істей алмаймын, ол жаман деген ойлардан қамал құрып алады да, қамалдың сыртында еркін өмір сүріп жүрген адамдарға қарап қатты қызығады. Бос сөз сөйлеуден өзіңді тыйсаң, көп ұзамай даналық ұрығын себесің. Күлімсіреу адамның бақыттылығын ғана емес, сонымен қатар оның мықтылығын да білдіреді. Өзіңе ғана сену, ешкімнен ештеңе күтіп дәмеленбеу адамның бақытты болуының алғы шарттары. Ақымақ адам жақындарын тәрбиелеуге, ақылды адам оларды үйретуге. Тек дана адамдар ғана айналасындағыларды қалай бар, солай жақсы көруге тырысады. Сөзіңізді айдаладағыларға айтпаңыз, себебі ауа райы үнемі құбылмалы болады. Сонда желдің бағыты өзгеріп, өз сөзіңіз өзіңізді аяқтан шалуы мүмкін. Өткенді ұмытпау бір қап қоқысты үнемі өзіңізбен бірге арқалап жүргенмен тең. Ешкімге ештеңе түсіндірудің де, ақталудың да қажеті жоқ. Сізге сенбейтін адамдар бәрібір сенбейді, ал сізге сенетін адамға ештеңе дәлелдеудің қажеті жоқ. Ақымаққа жақсылық істеу мұхитқа тамшы тамызғанмен тең. Өзі сұрамағанға көмек көрсетуге асықпыз, өзі сұрамағанға ақыл айтпаңыз, өзіңізді де сөзіңізді де құрметтеңіз. Егер де біреулерге жаман адам болсаңыз, демек ол адам үшін керегінен де артық жақсылық істепсіз. Өмірде ең оңай нәрсе біреуге ақыл үйрету. Көп сөйлеген көп қателеседі. Өзіңді қаншалықты көп ойласаң, өзгелер сені соншалықты жаман көреді. Өзіне жұмыс істемегендер өзгелерге қызмет етуге мәжбүр болады. Шындықты әзілмен жеткізіңіз. Ақшасының жоқтығына бәрі қапаланады, ал ақылының жоқтығына ешкім. Дұшпаныңның жеңілісіне қуануға асықпа, бірақ оны есіркеуге де ұмтылмай қоя тұр. Балалар мен ақымақтар шындықты ғана айтады. Түрегеліп тұрғандардың жанында отырмауға, отырған адамдардың жанында түрегеліп тұрмауға, көңілді ортада жыламауға, ал қиындыққа тап болған адамдар арасында күлмеуге тырыс. Алуды білсең, бергенді де жақсы көр. Не сөйлеп тұрғанын білгенмен, білгенін айтудың арасында үлкен айырмашылық бар. Өткенін айтып мақтанған адамның бүгінге айтары жоқ. Ақымақ әзілдесемін деп сырын білдіріп қояды. Ашынған дауыс ащы шығады. Жамандық келмейінше жақсылық бағаланбайды. Ақшаң жоқ па, ерінбе, ақшаң болса, керілме. Екі иттің таласқан сүйегі мысыққа жем болады. Астығы піспейінше қожайыны жомарт болады. Сараң әйел қонақ етсе, аузың күйеуінен сақ бол. Сәтсіздікке тап болсаң, қаймақтан да тісің сынар. Адамдар өздерін қинап сырт көзге күлімсіреуге, жылағысы келіп жарылардай болып тұрса да, мінсіз көрінуге шебер жаратылыс. Өз өміріңе қапаланып, салың суға кетпесін. Біреуге сенің қазіргі өмірің
қол жетпес арман екенін білемісің? Адамдар олар үшін істеген жақсылықтарыңызды елемеуі мүмкін, бірақ олардың айтқанын бір рет орындаудан бас тартсаңыз, бәрін жоққа шығарып, сізді өз өмірінен сызып тастауға дайын тұрады. Өмірдің мәні қандай жағдай болса да, адамдық қасиетіңді сақтап қалуда. Өлімнен емес, бекер өткен өмірден қорқу керек. Батырлық өміріңді қысқартпайды, қорқақтық ғұмырыңды ұзартпайды, сараңдық ризығыңды көбейтпейді, жомарттық байлығыңды кемейтпейді.